Сәлем достар баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай әдемі печенкалар пісіретін боламыз. Печеньелеріміз өте керемет, өздеріңіз көріп тұрғандай, дәмі өте дәмді болып шықты. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып аламыз. Үстінен өлшеп алған алдын ала қант ұнтағын саламыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Достар, менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Міне осындай қоймалжың масса дайын болды. Енді үстіне жұмыртқамызды салатын боламыз. Бір жұмыртқамыздың сарысын саламыз, және бір жұмыртқамызды бүтіндей саламыз. Жұмыртқаның температурасы маңызды емес, достар. Жақсылап тағы да араластырып аламыз. Біркелкі болғанша кішкене іріген сияқты болады. Қалыпты жағдай. Үстінен шым-шым тұзымызды салып жібереміз. Кішкене ванилин қосамыз. Және разрыхитель қосамыз. Менде түспей қалыпты. Міндетті түрде қосыңыздар. Кукурузный крахмалымызды саламыз. Және алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне осындай қоймалжың масса дайын болды. Дайын болған массамызды алдын ала дайындап қойған кондитер пакетіне салып аламыз. Мен және насадка пайдаландым. Жай қасықпен сала берсеңіздер де болады, ол міндетті емес. Пешті қыздырып қойыңыздар осы уақытта 160 градусқа. Міне осындай формаларды тізіп шықтым. Екі түрлі қылып 160 градуста 15 минут пісіріп аласыздар. Дайын болып шықты печеньелеріміз. Жасалуы өте оңай. Асты осындай қып-қызыл болып шықты. Аралары толықтай піседі. Дәл осылай жей берсеңіздер де болады. Мен әсемдік үшін кокосовый стружка пайдаландым. Екі түсінен, сары және жасыл түсінен. Және сгущенка пайдаландым. Міне печеньеміздің бір шетіне сгущенкамызды жағып аламыз да, кокосымызға батырып аламыз. Сонымен дайын. Өте оңай жасалу, өздеріңіз көріп тұрғандай. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Міне барлығын осылай жасап аламыз, достар. Жасалуы өте оңай. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Аз уақыттың ішінде тез дайын болады. Осымен дайын болды печеньелеріміз. Әп-әдемі, дәмі деген керемет болып шығады. Дастархандарыңызға өте әдемі көрік беретін болады. Балаларыңыз деген қуана жейтін болады. Сіздер де жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Және менің видеом ұнап жатса, толықтай қарап, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.